Жоғарғы сот Бишімбаев пен Байжановтың ісі бойынша келесін хабарлайды. Астана қаласының полиция департаменті судья Құлбаеваға қатысты қорқыту фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Судьяның ұялы телефонына белгісіз номерден қоңыраулар мен қорқыту хабарламалары түскен. Қылмыстық кодекстің 407 бабының 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу басталды. Судья жеке қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар интернет кеңістігінде жүргізілген мониторинг барысында судьяға қатысты қылмыстық құқық бұзушылық іс-әрекеттері бар көптеген жағымсыз жарияланымдар анықталды. Тексеру шаралар нәтижелері бойынша тергеу органы қылмыстық кодекстің 411 бабының 1 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғады. Заң кез келген адамға сот төрелігін жүзеге асыру процесіне, оның ішінде судьяның атына жала жабу, немесе қорқыту сипатындағы материалдарды жариялау жолымен ықпал етуге тыйым салынатынын ескертеміз. Сот билігін беделін түсіретін әрекеттердің жолы кесілетін болады.